Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нағыз пиццериядағыдай пицца әзірлейміз. Пиццаның жұмсақ болып шығатын қамырын илейміз, оригинал соусын дайындаймыз. Пиццерияда ең көп тапсырыс түсетін пепперони және болоньезе пиццаларын дайындап үйренеміз. Барлық құпияларымен бөлісемін, егжей-тегжейлі түсіндіремін. Маңызды сәттерін жіберіп алмау үшін видеоны өткізбей қараңыз. Бисмиллах деп бастаймыз. Ұнымызды өлшеп, електен өткізіп аламыз. Жылы суымызға 1 шай қасық қант, 2 шай қасық ашытқы қосамыз. Мұқият араластырамыз. Бұл қамыр мөлшері диаметрі 30-32 см 2 пиццаға жетеді. Ұнымыздың ортасын ашып, сұйықтығымызды құямыз. Ашытқыңыздың мерзімі өтіп кетпегені болуы өте маңызды. Үстінен 3 ас қасық зәйтүн майынан қосамыз. Зәйтүн майын қарапайым күнбағыс майымен алмастыруға болады. 1 шай қасық тұз қосамыз, араластырамыз. Бастапқыда силиконды күрекшемен араластырып алуға болады, кейін қолымызбен түйіршік қылмайтындай жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мен әдеттегідей қолыммен жоғары төмен қимылдар жасап, сұйықтықты қамырдың барлық жеріне біркелкі етіп таратып аламын, кейін жұдырығыммен біріктіріп илеймін. Илеу барысында қамыр қолыңызға тым қатты жабысып жатса, 1 шай қасық май қосуға болады. Осындай жұп-жұмсақ қамыр шықты, ауа өтпейтіндей, кеуіп қалмайтындай бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа жібереміз. Осы уақытта пиццамыздың оригинал соусын дайындап үлгереміз. Негізі бұл маринара деп аталатын итальяндық соус. 2 пиццаға 2 үлкенірек қызанақ жеткілікті болады. Қызанақтарымызды видеода көрсетілгендей тіліп, үстінен қайнап тұрған ыстық су құйып, бетін жауып қоямыз. 5 минут жеткілікті болады. Сонда қызанағымыздың қабығы оп-оңай алынып қалады. Итальяндықтар маринара соусын пастаға, пиццаға, күрішке, теңіз өнімдерінен тағам дайындағанда қолданады. Бұл соусты алдын ала дайындап, тоңазытқышта сақтауға болады, сонда процесс жеңілдейді. Енді қызанақтарымызды бөліктерге бөліп, ұсақтауымыз керек. Блендерді немесе менікі секілді ұсақтағыш құралды қолдансаңыз болады. Олардың ешқайсысы болмай жатса, пышақпен ұсақтап, майда етіп тұраңыз. Соусымызға 2 орташа тісше сарымсақ қосамыз. Менікі кішілеу болғандықтан 3 қосамын. Бұл соусқа дәл осы сәтте майдалап пияз қоссаңыз болады, тәтті бұрыш қосуға да болады. Барлығын блендерде үгітіп алуымыз керек. Осындай сұйық масса шығады. 2 ас қасық май құйып, қазанымызды қыздырамыз. Қызған майымызға 1 шай қасық кептірілген орегано қосамыз. 20 секунд майға қыздырсақ жеткілікті, күйіп кетпесін. Үстінен қызанағымызды қосамыз. Мұқият араластырамыз, қайнауға дейін жеткіземіз. Қайнаған соң баяу отқа қоямыз, 5 минут отта ұстаймыз. Сонда артық суы буланып, соусымыз қоюланады. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қант, 1 шай қасық тәтті паприка қосамыз. Араластырамыз. Менде осындай кептірілген базилик бар екен, оны да 1 шай қасық мөлшерінде қосып жібердім. Негізі міндетті емес. Біз нағыз итальяндық пицца жасағымыз келеді, сондықтан осы итальяндық шөптерді қосып жатырмыз. Ұнатпасаңыз, әрине қоспасаңыз болады. Соусымыз дайын. Келесі кезекте болоньезе пиццасының салмасын дайындаймыз. Қазанымызды отқа қойып, 2 ас қасық сұйық май құямыз. Майымыз қызған соң 200-250 грамм тартылған етімізді қосып, қуырып бастаймыз. Тартылған ет майсыз болғаны дұрыс. Силиконды күрекшенің көмегімен әрдайым араластырып отырып, тартылған етті бір-бірінен ажыратамын. Сол кезде еттің ірі түйіршіктері болмайды. Дәміне қарай тұз, паприка қосамын және 1 шай қасық томат пастасын қосамын. Баяу отқа қойып, қазанның бетін жауып, 5 минут бұқтырамын, сонымен салмамыз дайын. Жарты сағатта қамырымыздың көлемі 2 есе көтерілді. Қамырды 2-ге бөлеміз.
Пиццалардың көлемі бірдей болғанын қаласаңыз, таразыны қолданыңыз. Құрметті көрерменім, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қамырды басып алмай дөңгелектейміз, яғни күш салмай, жай ғана дөңгелек формаға келтіреміз. Қамырымыздың бетін жауып 5-10 минут көтерілуге жібереміз. Осы уақытта салмамызға қажет басқа ингредиенттерді дайындаймыз. Пиццамыздың оригинал маринара соусын жақыннан көрсетейін. Қараңыздар, сұйықтығы осындай болуы қажет. Болонезе пиццасының салмасы осындай болып шықты, майсыз, яғни жүрекке тиіп қалмайды. Пепперони пиццасы үшін халал шұжық қолданамын. Ірімшік ретінде дүкеннен табылған моцарелла ірімшігі. Келесі ингредиент манная крупа, яғни ұнтақ жармасы. Пиццаның қамырын екі түрлі әдіспен жаюға болады. Біріншісі ұн қоса отырып жаю, екіншісі май қоса отырып жаю. Қолмен немесе оқтаумен жайсаңыз болады. Пергаментке 1 шай қасық зәйтүн майын құйып жағып алдым. Кейін қамырыма 1 шай қасық май құйып жағып алдым. Енді қолыммен баса отырып пиццаның формасына келтіремін. Меніңше ең оңай және ең дұрыс әдіс осы. Қамыр сондай жұп-жұмсақ, икемді, қолдың көмегімен тез арада жайылады. Мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Дәл пиццериядағыдай пицца дайындағыңыз келсе, ұнтақ жармасын қолданыңыз. Пиццамыздың толықтай бетіне және шеттеріне сеуіп шығамын, кейін осы пиццаны аударамын, сонда ұнтақ жарма қосылған бөлігі пиццаның астында болады. Аударған соң пиццаның беткі бөлігіндегі жиектеріне де ұнтақ жармасын сеуіп шығамын. Осы сәтте біздің пешіміз қызып тұруы керек, противенді де қыздыруымыз керек, оны аударып пешке салып қоямыз. Противеннің артқы бөлігіне пиццаны пісіру өте ыңғайлы. Дайын соусымыздан 3 ас қасық толтырып жағамыз. Пиццаның ортасына ғана емес, жиектеріне де жағып қойыңыз, сонда қып-қызыл әдемі болып піседі. Әрбір пиццаға 150-200 грамм моцарелла ірімшігі қажет. Ал шұжығымыздан шамамен 15 дөңгелекше қажет болады. Пергаменттің екі жиегінен ұстап, біздің противенге орналастырамыз, 7-8 минут пісіреміз. Асты-үсті конвекциясыз максималды градусқа қоямыз. Мендегі максималды градус 250 градус. Сіз өзіңіздің пешіңіздегі максималды градусқа қоясыз, конвекцияны қоспайсыз. 7-8 минутта толық пісіп шығады. Одан асып кетсе, пиццаңыздың қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Ірімшік туралы айта кететін жайт, пиццерияларда 1 килограмдап сатылатын Банфеста моцарелла ірімшігін қолданады. Ол ірімшік енді керемет, пиццада сондай созылып тұрады, алайда қол жетімсіздеу, сондықтан үй жағдайында дүкеннен табылатын моцарелла ірімшігін қолдануға болады. Немесе Банфесто ірімшігін алып қойыңыз, оны тіпті қатырып қоюға да болады, ондаған пиццаға жетеді. Нағыз пиццериядағыдай өте дәмді пиццаларымыз дайын болды. Қамыры жұп-жұмсақ, толықтай піскен, салмасы сондай сочный, сөлді. Бұл пиццаны бір дайындап үйреніп алсаңыз, пиццерияға барғыңыз келмей қалады. Салмасын мол етіп салып, үйде дайындағанға не жетсін? Дастарханыңыздан дәм үзілмесін, амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.